титаннан екі шалғын алып ішке қарай кірсеңдерші. Ай, мына бәріне мен қалай үлгеремін, ай. Мына екеуіңнен неме тұр, жүгірсеңдерші. Ай, кемпір, кімге сөйлеп тұрсың, ешкім жоқ қой. Білмеймін, Фатира келіп түсіргенде өйстіп бәрі қырып еді ғой бәріміз. Айналайын, кел, орамал жап басына, міне орамал жап. Орамал. Ойбай, орамал, бір орамал айналайын, қадамым құтты болсын. Ал, міне, орамал жап. Кел, айналайын, кел жан, құтты болсын қызым. Осы әулет. Алып қашып кеткенде енді өзің келмейсің ғой. Кім мен алып қашып кеткен қасыма ғой? Берген сен ғой, мен алып қашып кеткен білесің ба? Сен бәрін бүлдірген сен. Апам, мыналар білесің ба не істегенін? Маған айтты бұлар, циркке апарам деді ғой мені, циркке. Енді циркке не мынау бәріміз сені көндіріп жүрміз ғой. Үлкен цирк осы емес па, бәріміз маймыл болып жүгіріп жүрміз ғой. Саған. Айналайын, іштен етпейді, бәріміз де осылай. Керек емес, жақпаңызшы, кетем мен, кетем. Бәріңді сотқа берем, соттадан бәрін қазір білесіз ба? Заң бар, заң жастарға арналған. Кеше жаңадан шыққан заң. Естідім, ипотеканы 29-дан 35-ке ауыстыр дейді ғой. Қандай маған қатысы жоқ, о заң кетем мен, кетем. Неме қатысы жоқ, сен үйлердің дейсің. Сені құтты болсын, шашым! Шашым! Осы қайтарады осы. Шашым! Айтпайсыздар, ешкімге айтпайды. Технично келіп түсіріп алғансыздар, деше олай болмайды ғой. Таң атқаннан берші, деше. Өзім білген жоқпын. Ай, осы дешем бірдеңе білдіріп жатыр. Ай, осы борсақ пісіріп жатыр, дешем дейміші. Мә, деше, ешкімге келіп түсіріп алғансыз. Ана Мәриямға да сұраймын ғой. Мәриям, осы дешем менде бір той болып жатыр. Ма, не болып жатыр десем ше, деше. Айтпайыншы, деше. Мен жамандаған емес ол. Мәриямда бар ғой, сізді көре алмайды, деше. Айтсам мен жаман боламын. Айтпайын десем. Мен. Ой, отыршы адам әңгімелесіп отыр. Адам содан не дейді? Деше, магазинге барыпшы, сізге дегенің, мына келін түсіріп жатыр деген ести салашы, неше түрлі алдың ғой, деше. Тойға қосқаным болсын депші, мынаушы құдаңызға үлкен шапаншы. Сен болмаса кел болсын. Деше, мынаушы, су жаңа шаршы, бір-ақ рет тақтың, деше. Мынаушы 5 метр мата. Ештеңемен сізден аямаймын ғой, сізден аяғыз. Мен әлі көнген жоқпын ғой. Ой, отыршы адам деген құдалыққа не апаратын білмеймін, мен ашып жатса деп. Соны айтып? Келін деген отыр ғой, кел. Сәкетті теріп отыршы, құдалыққа саласын. Ай, мына кел. Деше, мынаны шын тойбастарға салыңыз, шайға дейін алдың ғой, шайға дейін ше, деше. Кел, мынау шапан таныс қой, былтыр саған құдалыққа барған шапан емес пе мынау? Бәрін біліп қоясыз, деше. Ай, мынау құдаға шапшақ болып жүрмесін? Шапшақ? Ай, шапшақ емес, не үлкен, не кіші болмайды ма? Қойыңызшы, деше. Мә, деше, менші мынау үсте алтын сырға алдым. Құдағиға ма? Жоқ, өзіме, міне. Қойыңыздаршы, мен кетем башы, кетем. Звонда өз еркімен келдім де шықпын. Асты өз еркімен келдім. Звондап жоқпын ғой. Мені алып қашып кет деп, инстаграмға селфи жасап жатырмын. Мен не жасап жатырмын? Қойыңыздаршы, кетем мен, ол кетем. Кеттім мен ұстамаңыздар, кетем. Кетпесең ешқайда да. Отыр бар орныңа. Барлығым сен сияқты келгенбіз. Немене боқты не кетем? Бұларды деше. Қатынды баста дейді, отыр. Өйстіп орнына қойып қою керек бұлар. Отыр бармайсың. Сотқа берем мен сізді. Кете бер. Ай, кел, тоқта. Тоқта. Кетсең егер. Сен кететін болсаң, мына мен де кетем. Кетем. Керегі жоқ, іштеңінде керегі жоқ. Басында айтқан мен саған, сен де мен осылай алып қошқан. Түгіде кетіп қалуым керек еді мен. Деше. Жүр, бірге кетеміз. Деше. Керегі жоқ. Баяғыда кетем деп жүрген осы, кетем ба? Деше. Керегі жоқ. Ештеңе етпей жүр. Барамыз да кетеміз. Тек басында айтып мен саған дейді. Осы үйде тегіп баяғыда. Мен де үстен құсам алып кетем. Кемпір есік сен алады, не болды саған? Көндіріп алайық, сатыш бар. Содан тегідегі қатты шаршап өтті өзім. Өзің сияқты жас болмайды, осылай келіп. Апа, не қылып отырмыз? Автобус күтіп отырмыз. Қойыңызшы, апа, кетем мен. Кетсең, мына мен үстімнен аттап өт. Ай, кемпір! Үлкен кемпірдің үстінен аттап өт. Ай, кемпір! Ай, мына жерде неге жастың есік мына жақта ғой? Білмеймін, мен баяғыда келін болып түскенде енем осы жерге жатқан.
Ай, 11 жыл болды. 11 жыл болды ғой есікті мына жақтан шығардық қой. Анда бар жатыр. Енді үлкен адаммен жүрейін ана жаққа мына жаққа деп. Келін сен жассың ғой былай өт. Ал, аттап өт ал. Үлкен жасымды сыйла келін. Жасымды сыйла. Жасымды сыйла. Ажымды сыйла. Ақ жаулығымды сыйла. Қабат қаптама. Ақылың болса аттама. Не ол? Кітап қой. Ажымы көп аже. Апа қойшы, мен тәрбиелі қызмет істей алмаймын, апаны аттап ше. Аттай алмай қалдың ба? Аттай алмай қалдым. Жаның ашып кетті ма? Қатты ашып кетті сіз. Баяғыда мен де елем тұрып, менен де вообще болатын, мен де жаным ашып аттай алмай қалам. Ештеңе етпейді. Бәріміз де осылай келгем. Ақ келін де сондай болған, бәрін қырып жойып, қораны сындырып, сиырды өлтіріп кетіп бара жатқан. Апа, просто ше. Просто не бывает. Күнің көнесің ғой апада. Просто тұрмысқа шығатын жігіттің түрін көрейші, пожалуйста. Қайдан ау? Шақыр. Ай, ол бала тек ол ауылдағы ең мықты. Мынау ма? Ей, бағана циркке бармай-ақ сразу алып қашып келетсің, көнетінем ғой үндемей-ақ. Айтпайсың ба мен деп? Шақырш баланы бар. Класстасы ғой баланың, как бала келеді. Ол бала деген ауылдағы ең қолға ұстатпайтын бала ғой. Бала трактор айдайды. Трактордан түскенде бәрі арқасын төсейді былай айналған. Мынау несі ба? Міне, аппақ, өзімнен аумайды. Мына осылай қуана ма? Не болып қалды кен? Мынаның түрі уже үйленіп қойған сияқты ғой. Қашан үйлендірсің? Үйленген жоқ қой. Тимеймін маған, тимеймін вообще, алып кетпейші түрі. Әй, бұдан артық қадам таппайсың сен. Сенің жігітің бар вообще, жігітің бар, апарып тастаңдаршы. Ештеңе етпей, ештеңе етпей. Әй, бұл бір органда шөпті, бір органда 30 мың теңге алады. Жылына бір-ақ рет шығады бірақ. Міне, Ойбай. қазір соттығын білесің бе, 3,5 мың теңгеден болды биыл. Молодец. Ең ауылдағы ең әдемі жігіт, сол жігіттер бар. Кетемін, маған тимеймін, вообще тимеймін. Кетші бар, түрім қойма. Неменеге отта тұр мынау, тимейсің, тимей-ақ қой. Сен сияқты қыздар ауылда. Мынадан айбай табағым. Тырнағыңды алып жүрмейсің бе? Кіре. Нең деп тұрсың сен? Үйіңе есігінің алдына кеп тұрған қызға үйленбеймін дегенде, өзің қырық жыл бойы трактордың үстіне жүре беріп, қашан үйленесің сен? Нең деп тұрсың сен? Айтып қой, үйленбеймін деп жатыр ма мынау? Мен жасты болып қалдың ғой сен уже. Үйленіп кетемін мен. Көрсене ел көрсе, дос екен дейді сені. Менің баламсың сен. Үйленесің дедім болды, үйленбеймін кетемін. Әкеңді қалай сөйлейсің үлкен кісіге? Аппақ сақал, қара сақал бас екен. Не деу? Ойланбайсың ба? Нәтижесіне келдің, кеп тұр есіктің алдына, келіп үйге кіріп тұрған кезде үйленбеймін деген. Енді осылай жүре бересің ба? Енді құрдастардың бәрі немерелерін жетектеп, шайға барған кезде мен жалғыз өзім қара басып барам, ұйықтап кетміште бар былайда. Жүрмей ма қап-қара қара домалақтарды ертіп алып. Мен де ойламайсың ба? Аясасына келші, бір өзімді мақсытайым, өзімдегі кіріп алып, жарайды, үйленемін. Жыламасам, үйленіп бол. Керек емес. Тіпті жақсы. Үйленбесе осы балда үйленбей-ақ қойсыншы. Керек емес болды. Тіпті жақсы болатын. Баяғыда айттым мен осы баланы үйленбей-ақ қойсын дедім. Керек емес. Саған не шоқанды аяқ астынан Ой, сөйтіп наным жоқ. Мына үйің болса құлайын деп тұр. Ертең кешірімді апаратын. Шықақ ақылы жоқ. Ой, көке, сол да проблема болыпты ма? Біздің абысындар жиналып бір қойды әкеп есігін байлап қойдық. Құдайға шүкір деген құдастар ғой деген. Не болды сендерге? Біреуің үйленбе. Үлкен басымен балаң үйленеді. Той бар ма? Онда мен жасым 40-қа келіп Соны айтам. Қой болса, үйленсек Біреуді керек жоқ маған. Кетсеңдер кетіңдер, үйленбесін берейін маған. Тұр, кет бар. Керек емес маған ғана керек. Осы кел. Давай, кел. Басқа циркке бар. Артын жүрме керек ме? Біреуің үйленбе. Адам нейін ашып тұр. Апа сізге немере керек емес пе? Керек қой үйленейін де енді. Түріңе қарасам, көрініп қалады біреуге. Жарайды, Керек емес ше. Мен шаршап кеттім ше, сіздердің көршілеріңіз ғой, шынымды айтайыншы. Маған не керегі бар осы тойда?
босып кете бер жүр. Мен дегенің бүкіл ақшам шығарып осы. Бүкіл жинап магазиннен бәрін алып жүрсек, қошерді келді болады. Ақкелін айтылай, сен сияқты ақкелін кімде бар? Бізде ғана бар. Сен ғой сен аппақ келін ғой, бәрін осы үйдің тегі отынан кіріп күлінен шығасың. Сен сияқты алды ешкім жоқ келін. Алтын сырған кім тойына тағасың осы тойға тақпағанда? Рас па? Иә. Жарайды, көндім сені. Болды, стоп, болды. Бағаны бері қарап тұрып шешілмейді ғой мына жерде. Ешқандай тойда ештеңе де болмайды. Жүр машинаға отыр, кеттік жүр. Отыр жүр. Бағаны бері қарап тұрмай жүр кеттік үйге болды. Машинаға жүр. Жүр машинаға отыр деймін саған болды. Кетеміз болды. Бір нәрсе айтсам болады ма? Сен кімсің? Таксист. Келінді алып келген мен ғой машинамен. Ақшасын бердің саған. Берді. Енді құрсашы енді жүрек неғып тұрсың сен? Кетсеші болды ғой енді адам. Көрдір болған кезде. Қойларың қашып кетті анаң қараңдар. Жалғыз қойдан айырмайсың. Ана бекенің үйден Ау, қаш кезім мені. Қош енді жыламашы енді. Бәрі жақсы болады енді. Жылама енді. Осы ауылда сенің басқа жұбататын хат жоқ екен шығар. Басқа жұбататын ешкім жоқ. Апа қайда? Апа қайда деймін? Ей, не болды жаңа қойларың табылды ма? Үйде болады қоймаған жаңыр ашып тұр ма? Табылған жоқ. Конечно енді. Сен мені қолай бермей қойды қоламайсың ба? Мен артынан қолаған емеспін ба деген тек. Немене әлі шай дайын емес па? Немене түс болды ғой, мына отыра береміз ба осылай? Немене шайдың қандай келмей бұл? Отырып алып, не шай дайын емес те? Ешкім айтқан жоқ қой маған қазір. Адам не қыз қойды келмеп. Аба, мен көндім ба не? Енді қайдан білейін? Қашап да бағана қашып кетпей ме қой іздеп жүргенде? Отырсың қоясың. Ойбай, кешіріңіздер. Жүріңіз, шайға жүріңіздер, кеттік ал, тез шайға бәріңіз шайға қойын, тамақты бәрін. Ай, тез. Ана той болады. Беташарға бәрін шақырыңдар. Одан кейін Тоқтар мен Бейбіт деген әнші бар ғой. Соны шақырыңдар. Күшті әндері ұнайды. Көршілердің бәрін шақыр. Тоқтарды да Бейбіт бәрін бірге шақыр.